Жел, тіпті. Сәлеметсіз ме балалар? Сәлеметсіз бе? Қалдарың қалай? Жақсы. Бүгінгі сабаққа жарысымызға дайынбыз ба? Иә. Медина, бүгін сыныпта кім жоқ? Бүгін сыныпта бүкіл түгел, бірақ Бауыржан сол әдеттегідей бір бұрышта телефон көріп отыр. Жақсы, орнымызға тұрамыз сыныпта. Бауыржан, қазір ешкім сабағы ғой. Бізде қазір садақ атудан жарыс болады. Сен қатысырайсың ба? Апай, бұл дене шықты маған не алып керек? Оның үстінен жай жүгіру ғой, асық атудан. Қазір бәрі виртуал әлемде. Ай, Бауыржан, сен ештеңе түсінбейсің ғой. Асық ату және садақ ату біздің ұлттық бабамыздан келе жатқан ойын. Оны қолға алса өзіне үлкен күш-жігер береді. Ондай айтуға болмайды, Бауыржан. Жоқ, мен көрсетіп атам көтесіндегі садақ ату. Балалар, қалай біз садақ атамыз? Мына садақ ұстаған кезде қолымызды көздің мөлшерімен ортасына дәлдейміз. Түсінікті ма? Дәл осылай атамыз садақ ату. Дәлдеп атамыз көзді. Дәлдеп атамыз көзді. Жерге аяқ кесішіндесін. Балалар, неге күлеміз ғой? Күлуге болмайды ғой. Бауыржан, сен ешқандай балаларға көңіл бөлме. Және де еңсеңді түсірме. Бұл біздің садағымыз және асық атуымыз ата-бабаңнан келе жатқан үлкен мұра. Сондықтан сен өз-өзіңді балаларға дәлелдеп, сенің қандай мықты екеніңді садақпен және асықпен көрсетуің керек. Жақсы ма? Келістік қой, Бауыржан? Балалар, бұл бізде асық біздің ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық ойындардың бірі. Қазір дәлдеп тегізіп, қай бөлімге келген соның атып ұшынуымыз керек. Жақсы ма? Бауыржан, түсініп ма қалай ату керек екен? Енді сен біріншіде ата алмай қаласың. Өтірік атасың. Екеуін көздіре алмай. Бауыржан, біз саған сенеміз, Бауыржан. Басыма түспесін. Жарайсың, Бауыржан, әкел кетті. Тамаша. Әкел, чемпион. Бауыржан. Салысқа қой. Менің 17 жылғы еңбегім тек жүгіру мен секіру, баға қою емес. Менің мақсатым қазақтың қайсар рухын, төзімділігі мен денсаулығын осы кішкентай асықпен, мына садақтың адырнасымен, осы спорт залымен балалардың жүрегіне қондыру. Nağız Қазақ емес, нағыз қазақ, домбыра. Біз өтпеліміз, бірақ денсаулық пен мұра мәңгілік. Егер бір баланың жүрегінде спортқа сүйіспеншілік пен ұлттық намыс оянса, менің 17 жылымда еңбегім де еш кетпегені.